Қуыс кеуде. Қазақ халқының мұсылмандығы. Таяз ойлы типтердің қақ дін жайлы пайымы өте келте келеді. Олардың ойынша таза дін өзінің қайнаған саф күйінде шыққан соң айналасындағы исламға дейінгі қалыптасқан ғұрып пен мәдениеттің бәрін түбімен күреп тастайды деп ойлайды. Және осындай жойқын әрекетін әлемнің барлық аймағындағы жалғастырады деп түсінеді. Шындығында олай емес. Қоғамның дұрыс дамуына септесетін кез келген ескі ғұрыптар жойылмай жүре береді. Мысалы, қыз баланы тірідей көму деген надан түсінік жойылды. Бірақ әр істе көсемдермен ақылдасыңдар деген құрылтайшының ескі әдебі өзгеріссіз қалды. Тіпті оны солай етіңдер деп Құран аятымен бекіте түсті. Орта Азияға дін тарағанда ескі мәдениеттің элементтерін радикалды жолмен қиратып, репрессиялық әдіспен дін таратқысы келген фанатик қолбасшылар да болған. Бірақ олардың ісі сәтсіз аяқталады. Солай болуы заңды да, себебі сіз кез келген зорлық өзіне қарсы зорлық туғызады. Дін феномені жаңа топырақта жаңа өркениет туғызу үшін оның басында бұл істі рационалды ақылмен және мейірім, махаббатпен жүзеге асыратын ерекше парасатты әулие аталар тұрады. Сондықтан да Орта Азиядағы ислам өркениеті жайлы сөз болғанда имам Матуриди мен Қожа Ахмет Яссауидің есімі қатар аталатыны бар. Біреуі рационалды пайымды дамытса, екіншісі мәдени қақтығысты махаббат жолымен ұшпаққа шығарады. Қазақ жұртының көне түркі дәуірінен мирас болып келе жатқан классикалық сәлт дәстүрінің Құран рухымен үндестуі мұсылмандықтың жаңа бір көркем келбетін туғызады. Беташар жұма күні иіс шығару, жеті шелпек, марқұмға ас беру, шырақ жағу сияқты көне түркілік әдет-ғұрыптардың қазір қазақ халқында ғана сақталып қалғаны содан. Демек, Құран рухы өзіне дейінгі өркениет пен мәдениеттің бәрін қиратып, тақыр жерден тіршілік бастамайды. Ол бұрыннан да мәдениетті тұрпайы, арнайы жабайы элементтерінен ғана ажыратып, оның екінші трансцендентті тынысын ашуға жәрдемдеседі. Таяу шығыс елдерінде мұсылман деген кім деп сұрасаң, міндетті түрде мынандай критерийді алдыға тартады. 5 парызды орындау керек, арабша білуі шарт, Құран мен сүннеттен жүруге міндетті, бірінші кезекте дінді, екінші кезекте ұлтты қояды. Ал бұрынғы қазақ қоғамындағы ұлт пен діннің арасындағы айырмашылық жоқ. Екеуін қатар алып қарайды. Тіпті қазақшылық пен мұсылманшылық синоним ретінде қолданылып жүре береді. Қарапайым мысал, Құран оқып дем салатын тәуіп молдалар қазақы емші қазақылық деп атайды. Тәрбиелі бойжеткенді немесе жігітті көрсе, мынау қазақы тәрбие алған екен деп бағалайды. Онысы мұсылман иманды екен деген сөзбен пара-пар. Ғылымда мұны этноконфессионалды діндарлық дейді. Қазақ түсінігінде ислам мен ұлттық дүниетаным аттасып кеткен. Салафилік тенденция дін аясында өзге салт дәстүрдің өмір сүруіне мүмкіндік бермейтін буквализмді өршітті. Құран мен сүннетте жоқ дүниенің бәріне биғдат ету мүмкін. Үкім кесті. Совет үкіметі орнағанша қазақ сахарасындағы ислам ешқандай мәдени қайшылыққа түспей-ақ көне дәстүрі мен Құранның монетистік түсінікті қалыптастыратын тахуи талабын бұзбай-ақ өзіне дән динамикада ілгерілеп келе жатқан. Бір бәле 1917 жылы Қазан төңкерісінен басталды. Большевиктер билікті толық алған соң қазақ мұсылмандығына радикалды түрде майдан ашты. Ишандарды итжеккенге айналдырды, мешіт медресені қиратты, қожа молданы атты, діни кітаптарды өртеді, насап намасын архивке лақтырды. Осылайша қазақ мұсылмандығы 70 жыл бойына енжар режимге спящий режим өтіп кетті. Оның құндылық өндіріп заманға бейімделіп дамуына мүмкіндік бермеді. Халық моральдық та материалдық та тұрғыдан соққы көрді. Үнемі репрессиялық қуғын сүргіннен үрейленіп өмір сүрді, бірақ
Ислам СССР тұсында тұйық зонаға түсіп қалғанымен, жергілікті халықтың дәстүрі әдеп ғұрыпта өмір сүріп жатты. Оны түбегейлі жою мүмкін емес еді. Себебі сол кездегі ислам халықтың ауыз әдебиетінде, тұрмыс тіршілігінде, одан қалса зират орнында, мазардың археологиялық нышанасында, адам есімдерінде де бата, ертегі, аңыз қиссасында сақталады. Осы құндылықтарды сіңіргенде мұсылмандық менталитет өзінен өзі бейсанаға өтіп кетеді. Бұл фактінің растығы мен сауалнама нәтижесінде қарап білуге болады. 1990 жылдардың басында мамандар Алматыда студенттік самалнама жүргізген. Мұсылмандықты қайдан үйрендің дегенде, олар 77,7% мұсылмандық менталитет, отбасылық тәрбие, ақылы сіңді деген. Яғни діни тәрбие мешіттегі уағызбен емес, ұлттық тәрбиемен 1993 жылғы Ғылым академиясының Шығыстану институты Қызылорда облысында сауалнама жүргізеді. Сонда қандай мұсылмандық ғұрыптарды орындайсың дегенде сұраққа былай деп жауап берген: жұма күні кір жумаймын, тұмар тағамын, жұма күні 7 шелпек пісіремін, жылда бір рет Түркістанға зиярат етемін, тәрбиелі әдепті болуға тырысамын, өтірік айтпаймын, ренішті кешіремін, ата-бабамыздың дәстүрлі ұстанымын, әке-шешеміздің айтқанын тыңдаймын, үлкендерді сыйлаймын, басыма орамал тағып жүремін, баламды бесікке бөлеймін, бесік жырын айтамын, ата-бабалар әруағына Құран оқытамын, дастархан басында бата жасаймын, дастарханды құрметтеймін, нанның қиқымын тастамай теріп жеп қоям. Мұсылмансың ба деген сұраққа жергілікті қазақтардың 97,5% мұсылманмын деп жауап берген екен. Өзіңізді мұсылман санайсың ба деген сұраққа 92% әдет ғұрып салт дәстүрді ұстап жүрмін, мұсылманмын деп жауап берген. Бұл жауапты жалғыз Қызылордадан емес, Қазақстанның барлық өңірінен аласыз. Яғни Яссауи қалыптастырып берген дәстүрлі исламның өрнегі еді. Ғалым Алма Сұлтанғалиев «Возвращение ислама в Казахстан» дейді. «Возвращение ислама в Казахстан» деген еңбегінде қазақ мұсылманшылығы жайлы әңгімесінің естелігі береді. Әжемнің жасы 60-ға келгенде дінге бой ұрды. Діни сауаты болмаса да, Құран аяттарды жаттап алып 25 жыл намаз оқып келді. Әрі үзбей дәрет алып жүретін. Мешіттегі намаздан қалмайтын. Қазият басшысы Жақия қазымен достық байланыста еді. Жақия қазы кейін әже дүние салғанда жаназасын шығарды. Әжені көршілер үнемі ата-бабасының рухына Құран оқып беруге шақыратын. Осы діндарлығының арқасында молда кемпір деген атаққа ие болды. Қанша діншіл, ол колбаса, тұрған пышақты қолданбайтын тураған. Болса да әжей фанатизмнің жұрнағы да жоқ еді. Арасында құмалақ ашып, дәстүрлі түрде 41 құмалақпен балашу болашақтың болжайтын. Ешқашан уағыз айтпайтын, туған туысында дінсіз деп айыптамайтын. Арақ іштің немесе ашық-шашық кидің деп күнәламайтын. Өзі де дәстүрлі қазақ әжелері сияқты киінетін. Жеңі бар ұзын көйлек камзол. Жасын жасырған ақ орамал. Хиджаб туралы әңгіме болмайтын. Жұма сайын әруақтарға жетсін деп иш шығаратын. Қорқынышты құбылыс дейді. 1955 жылдарға дейін Қазақстанда мұсылман деген сөз мынандай атрибуттармен ассоциация болған. Күміс сақал қария, мәнді мағыналы әңгіме айтатын молда, кіршіксіз кимешек киген әже, үнемі тәспа айналдырып отыратын қария, бойына мейірім мен махаббат жинаған ата, әжелер елестейтін. 2000 жылдан бастап мұндай сүйкімді атрибуттар ауысты. Пәленше намазға жығылып мұсылман болыпты деген сөз күдік туғызатын болды. Ең біріншісі мынадай мұсылман елестеді. Сақал өсірген жап-жас жігіт, тұмшалаған келіншек, бала шағасына зайырлы мектепке бергісі келмейтін діншіл отбасы, құдайы тамаққа шей шығарып, әдеп ғұрыптың бәрін мансұқтап уағыз айтып отыратын ызғарлы бейне, балағы кесілген жігіттер, төніп сөйлейтін дөрекі уағызшылар. 1990 жылдардың басында жүргізілген тағы бір сауалнамада діннің өмірінде қаншалықты мәні бар деген сұраққа халықтың 64% әрине мәңізі бар. Ағайын туыспен
ақ күн кешесің деп жауап берген. Бұл жауап сол күнгі халықтың дінді рухани коммуникациясын құрғалы, яғни туған туысымен байланыс ретінде танығанына жақсы айғақ. СССР кезінде жұрт мешітке жиналса да, оразада жарамазан айтып, айт тойлап, құдайы тамақта жиналып, діни ғұрыптарды атап келеді. Алайда 2000 жылдан былай қарай Қазақстанда пайда болған жаңа ислам бірінші кезекте отбасы құндылықтарына шабуыл бастады. Мысалы, ата-анасын тыңдамау, олардың істеген тамағын дәретсіз деп жемеу, отбасылық ғұрыптарға қатыспау, оларды биғдат, шірк деп тану, ата-анасына намаз оқуды және орамал хиджаб киюді талап ету, бұл талаптардың арты діни фанатизмге ұласты. Жаңа ислам өкілеттері жамағаттық психологияға бекінді. Ең жағын араласатын ортасы жамағат мүшелері саналады. Ағайын туыстың тойына бармаса да, жамағат мүшесінің қуанышынан қалмайды. Діни көзқарас үшін кез келген ағайынмен ат құйрығын кесуге дайын. Халал той жасады, жасамады деп туысының тойынан бас тартады. Құрбан айт пен ораза айттан басқасын исламға жаңадан келген биғдат мереке деп таниды. Бұрынғы қазақшылықта жамағат деген түсінік жоқ еді. Олар үшін бірінші орында ағайын туыс пен сыйластық, қарым қатынас тұрады дейді. Өз жұртымен де, ұжымдағы достарымен де тең дәрежеде араласуға тырысады. Діни мазмұндағы ораза айт, құрбан айт, мәулет айларында ұлттық мереке сияқты тойлай береді. Шариғат заңдарына тереңдегеннен гөрі нақты бір мамандық иесі болуға ұмтылады. Діни жоралғы керек болса, мешіттің көмегіне жүгінеді. Кез келген құбылысты дұрыс немесе бұрыс деп қана қоймай, талдайтын моральдық таным миға шыққан қатерлі ісік сияқты жас баланың тамырымен тынымында тамыр жайды. Мұндай қатып қалған құрғақ мораль түптің түбінде тоталитаризм туғызып, яғни діншілердің моральдық танымы күшейгенде ата-анасының, көрші қолаң жора жолдастың жүріс тұрысын хадис мәнісінде сай бақылаушы рухани полицияға айналады. СССР кезінде халықтың моральдық жүріс тұрысын коммунист парторгтар қадағалайтын. Жазықты болған совет адамын партияның жинасына салып, сөгіс жариялайтын. Партияның қатарынан комсомол ұйымынан шығарып жазалайтын. СССР құлаған соң, олардың орнын ей бауырым суннамен жүр деп бұйыра сөйлейтін рухани полицейлерге алмастырды. Олар өзіне ұнамаған адамды қалауынша сыртынан дінге кіргізіп, діннен шығарып, кәпір қыла береді. Кісінің құлшылығы мен сенімі жайлы елдің көзінше ашық сұраудан еш қымсынбады. Мысалғы, соңғы 20 жылда ең көп тараған сұрақ былай: сіз намаз оқисыз ба? Осы сұрақтың эпидемия сияқты тараған сонша, рухани тоқыраған мұсылмандар оны көрінген мінбендер кез келген адамдарға қаратып қоя беретін болады. Өркениетті елде кісінің діни сенімі мен құлшылығын сұрау этикаға жатпайды. Ол мәселені Құдай мен құлдың арасында құпия, интимді мәселе деп қарайтын мәдениет көнеден қалыптасқан. Орта ғасырда Руми ол жайлы адамның Алламен қатынасы ерлі-зайыптың некесіндей сыры болсын деген еді. Жан әлемінің терең зерттейтін экзистенция психологиясы бұл мәселені былайша тарқатады. Діни сенімін ашық талқылау адам табиғатына жат. Оны ғылымда діни ұяңдық, религиозная стыдливость дейді. Діни ұяңдық иман жайлы ашық айтуға рұқсат етпейтін түп санадағы психологиялық механизм. Бұл механизмде Алланың адамға берген көп нығметінің бірі. Себебі діни сенім, махаббат пен өлім сияқты интимді тақырыпқа жатады. Бұл кез келген адам ғашықтық сезімі жайлы ашық айтуға ұялады. Өлім жайлы оңашада толғанады. Бұл тақырыпқа басқаның кесірінен қалмайды. Сенім мен құлшылықта солай. Сіз намаз оқисыз ба? деп сұрағандар басқаның ең нәзік, ең құпия, ең интимді зонасын тұмсығына тығады. Байқайсыз, мұндай сауал бірден жағымсыз сезім тудырады. Ал ғалымдар былай деп қатаң ескереді: сенім, махаббат және өлім адамның интимі сыры.
Ақылды адам бұл үшеуін жария болудан сақтап қорғасын. Интимді аймаққа ешкімді кіргізбесін. Бөтеннің назары осы аймаққа сұқтанғанда олар шынайы қалпынан айырылады. Жаңа ислам өкілдері осы ережені өзгертті. Олар пәленше сәждеге басын қойып, түгенше хиджаб киіпті, досым сақал өсірді, жолдасым балағын кесті, ағам биыл тағы да 10-шы рет қажылыққа бара жатыр. Мен биыл тағы да оразамын деп жарнамалық өлшемге өтті. Әлсінде шын тақуаның иманы қоғамға тікелей емес, жанама түрінде білінуі керек. Момын адам діншілдігін жасырса да, халық оның тақуа тазуы екен ісінен біліп қояды. Жаңа ислам өкілдері 2007-2008 жылдардан бастап сахна жұлдыздарының асыл маманына ашық жарнама жасауға көшті. Той томалақта тос берілсе, Құдайға шүкір, 5 уақыт намазды үзбеймін, жұмадан қалмаймын, ораза ұстаймын деп сөз бастау сәнге айналды. Жәннатта жолыққанша деп қоштасатын мәдениет пайда болды. Әлеуметтік желіде хиджаб киіп, қолын жайып, дұға жасап, жанарынан көз жасы домалап бара жатқанында әнші қыз-келіншектердің әдемі суреттері қаптады. Өнер жұлдыздары Қағба мен Зәулім мешіттің фонында селфи түсіруден жарысты. Енді бірі парсы құрбандық шалып жатқан суретін әлеуметтік жер арқылы таратуға құмар болды. Иманның жарнамасы шектен шықты. Виктор Франкл айтқандай, адамның иманы әбден қоюланып, ақырында затқа айналады. Иман деп аталатын ең интимді сезімнің бірі әбден жалаңаштанып, бүкіл қасиетінен жұрдай болады. Ғалымдар оны құпия ұстап, сұқ көзден сақтаңдар деп кеңес беріп еді. Бұлар оны барынша жалаңаштап, кім көрінгеннің тұмсық тағып, ескек көруіне жағдай жасады. Осының кесірінден мұсылмандар рухани деградацияға ұшырайды. Сондықтан да экзистенциалистер мен құлшылық жарнамасына қатысты тақырыпты былай қорытқан. Біздің міндет адам бойындағы трансцендентті ғайыптық сипатын қайта дарыту. Құдай иманиетті сипаты мен трансцендентті сипаты қатар дарығанда ғана пенде шіркін кәміл адам тұрпатына оралады. Ғайыпты қасиеттері тірілген пенденің ұсақ түйе кем-кетігі көрінбей кетеді. Кісінің осы дүниенің шеңберінде көрінетін иманиетті образы ешқадан кәлім туғызбайды. Адам қалай да бойын тәңірлік сипатын табуға міндетті. Олай етпесе, қадірсіз пенде қалпына өлшеулі өмірін өкінішпен ақтайды. Демі үзілгенше өзіне өзі карикатура жасап қор болады. Абай атамыздың тілімен айтқанда, иттей қор болып сөзіне сөз кетереді. Тәуелсіздікке дейін қажы атанған адам әулие әнбие дәрежесіне көтерілгендей әспеттелінетін. СССР-ге дейін қажылыққа әбден қартайған дәулетті байлар, ишандар, сопылар ғана баратын. Ол кезде қажылыққа бару өлімге аттанумен пара-пар. Солардың қауіптілігі сонша екенінің бірі отанына оралмайтын. Жамбыл Жабаевтың туған ағасы Тәйті Жұрбайұлы Меккеге қажылыққа барғанда Жамбыл інісін шақырып алып, шырағым Жамбыл, тентегім, сен еркелікті қой, үйге шаруаға қара, атаңнан қалған, менен қалған малдарға көз қырыңды сал. Мына сенің інің, менің ұлым. Сатышты саған Құдай алдында тапсырамын. Жасы 18-де. Осыдан қажылықтан аман келсем, қолыңнан алайын. Тәңірі тағала маған аян беріп, келмейсің, Мединада өлесің деді. Міне, оң қолыңа тапсырамын. Ал келмей қалсам, о дүниеде оң қолыңнан алайын деп, Жамбылдың бетінен сүйіп Сатыш ұлын табыстаған дейді. Тәйті атамыз сол кеткеннен Меккеден қайтпады. Шабыл руынан Меккеге бірге барған Сәуірбай қажы ғана еліне аман келді. Тәйті Сәуірбайдан аманат деп жиегіне алтын жиі көмкерген жайнамаз, алтын жалатқан ағаш тегеш беріп жібереді. Сол сапарға шыққанда Құдай берген болып өзінің зерленген шапаны Тәйтінің иығына жауыпты. Ол заманда қажылықтың тірі келген қазақты соғыстан келген сарбаздай құрметтейтін. Тағы бір ерекшелігі, қажы атанған қария дүниенің дау шарына араласпаймын.
деп үйінде перде тұтып оңаша отыратын. Іздеп келген жұртымен тек рухани мәселеде ғана сұхбат құратын. Оның мысалын Құнанбай қажыдан көруге болады. Абайдың әкесі қажы атанып келген соң елдің дау шарына араласпай, ақыры өмірін құлшылықпен өткізеді. Мұхтар Әуезовтің бір естелігінде Құнанбай жайынан айтылған тағы бір сөз: Абай ел басқаруды меңгерген соң, кәріліктен жетіп, ел сөзінен шыққан 72 жасында қажыға барады. Меккеден келген соң 8-9 жыл өмірін ылғи жолындағы құлшылықпен өткізеді. Меккеден келген соң дүние сөзін сөйлемеймін деді. Ешбір жанмен тіл қатпай қойып, оңаша үйде шымылдықтың ішінде жалғыз отырып, Құдайға құлшылық қылумен болды. Бұл мінезі жайлы жұрт тілі байланды деп аңыз да қылған екен. Бірақ соңғы жылдары оның маңайында болған адамдар ол сөзді бекер дейді. Осымен Құнанбай 1886 жылы 82 жасында қайтыс болған. Енді бір сұрақ: қазір қазақтар қажылыққа құмар. Себебі жарқыраған, жайнаған, әппақ мәрмәр төселген, алтынмен аптал, күміспен көптелген Бейтул Харам, яғни Қағбаны телеарналар мен интернет арқылы көреді. Миллиондаған мұсылманның Қағбаны айналып жүргенін расымен де дінге деген ынта ықыласты оятады. Бірақ ортасындағы бұл нығметтің бірі де болмады. Комфорт жағдайды айтпағанда жалпы қажылық рәсімдері жайлы ақпаратта алмайтын Меккеге көзге елестету қиын еді. Бірақ сонда да Түркістан аймағынан қажылыққа тәуекел еткен момындар легі үзілмейді. Сонда ол заманда исламның бір парызы болған қажылыққа деген құмарлықты кім оятқан? Қалай ойлайсыз? Себебі Диуани Хикметке баласығын Жүгінеки Қашқаридың еңбегінде қажылық жайлы ақпарат жоқ. Қажылық борышын бүге-шігесіне дейін баяндаған алғашқы әулие Яссауидің шәкірті Бақыр Ғани болатын. Бақырғаннан сапар қылсам деген хикметінде Қағбаға ғашықтығын махаббатпен жырлайды. Осы еңбектің сәтті шыққаны сонша, сол кездегі барлық медресе міндетті түрде оқылатын тек пән ретінде кірді. Бұл жайлы Сәбит Мұқанов та өмір мектебінде баяндайды. Қыстай оқып, Құранды жаттауға айналғанда молда түрікше деп аталатын кітаптарды беретін. Ол шағатайша жазылған еді. Көрін қадір, тақи ғажап, Бақырған, Сүбәттәл ғажизан, Мұхаммедия деген кітаптар. Бақырған кітабының сөзі былай келетін: Бақырғаннан сапарға шықсам, тәуап етіп Қағбамды, босағасын сахарда тұссам, көріп қаннан мананды, қара тасқа қолым тұрсам, дем бүртеніп тұтқанда мадақ айтсам, көңіл құрсаң, таң алдында сұқпан ханға, шықсам саф мәруаға, жұтсам зәмзәм тұмамды, өлгендерге дәру ода, бағыштасам Құранды, биігінде Арафаттың көз жіберсем ғажапқа, ғаріптермен барақаттың батсам шіркін азапқа, тарап мұңға нұрлы шұғлам, құлдық ұрсам тербеліп, балам сонда діл мұсылман, нәпсім қара жер болып, Мәдинадан қапын ашам, көріп Расул қабірін, жүсіп құсап ақылласам, кетіп бойдан сабырым, қолыма аса таяқ алсам, мойында шыт, көзінде шық, Сина тауын саяласам, Мұса Ғимранмен кездесіп, Фарад жала ғажайып таң, салады еске диламды, жарық етіп қалайықтан, келсем Бақыр Оманды, қаржылардың сапарына еніп, ділге сенсе қақсыры, дұшпанымның дәті кеміп, жеңсе рухым нәпсіні, болып біздей пақырда күй, берсе қажы қатымды, мен Сүлеймен, Бақыр Ғани, сұрасаңыз атымды. Енді қызықты қараңыз. Бақыр Ғанидың жырының дәл осы шумағы Ғайыс Егенбердиевтің кітабында да кездеседі. Атасы Айда Бобылы Әбжаппардың Қағбаға ынтық болғаны сонша, Бақыр Ғанидың осы бәйтін үнемі айтып отыратын болған. 1913 жылы арманы орындалып, Жаңақорған өңірінен Меккеге аттанып, ұзақ жолдың азабын тартып, Меккеге әрең жетеді.
Хажар әл Ассауатты құшып, сонда дүниеден озыпты дейді. Ван Беридің Орта Азияға саяхат дегенде автор қажылықтан келе жатқан қазақтарға орта жолдан қосылып, 1863 жылы Орта Азия елдерін аралайды. Оны тыңшы етіп Орта Азияға Англияның барлау қызметшісі жұмсаған еді. Сонда Меккеден келе жатқан қажыларды Каспий теңіздің жағасында отырған көшпенді түрікмендердің қалай қарсы алғанын кітабында кеңірек суреттейді. Содан кішкене үзінді оқып көріңіз. Дұға оқып болған соң Ханжан орнынан тұрып, келісті сақалын кеудесін жапқан келбетімен жігіт ағасын көрдім. Ол асығыс басып маған келді де құшақтап қош келдіңіз деді. Қажы Біләл мен қажы Салиха да бұл екеуі Жаркентке бара жатқан қажы қазақтар. Ізетпен сәлем берді. Ауыр жүк тиеген керуен қозғалып бір кез үйлерге қарай бет түзедік. Мұнда біздің келгеніміз жайлы хабар жайылып үлгермеген екен. Әйелдер бала шаға, иттер үйме-жүйме болып, асып-сасып үйлерінен атып шығып, қажыларға телміре қарап тұрды. Олардың бәрі бізді қаумалап, құшақтауға ұмтылды. Осылайша өздеріне киелі құдірет еніп, қажылықтың сауабын алатындай сезінді. Орталық Азия өмірінің мүлдем жаңа көрінісі мені қатты таңырқатты. Тіпті не қызықты отау үйлерге қарарымды, немесе ұзын қызыл жібек шапан киген әйелдерге қарарымды білмедім. Маған қолдарын созып тұрған жұрттың да қарасы мол еді. Ғажабы кәрі жасы, ер әйелі аралас топ Мекке мен Мәдинаның қасиетін шаңын жұтқан қажыларды құшақтауға әрекеттеніп жатыр. Ең сұлу әйелдер, тіпті жас қыздар да маған жапа-тарғамай ұмтылғанда еріксіз таңғалдым. Осы бір діни шамадан құрметпен арылмай, біз Ишан ақсақалдың да шаңырағына жеттік. Біздің шағын керуен осында жиналды. Өмірімде куә болған соң, ең қызықты сәт осында басталды. Меймандарды үйге бөліп жайғау қажет еді. Мен барлығының өз үйіне бір немесе бірнеше жат мүсәпірді қондыру үшін таласуы таңдандырды. Әрине көпшіліктің қожайындылығы туралы бұрын да білуші едім, бірақ осындай дәрежеде деп ойламаппын. Әйелдер ұрыс-керіске кірісті. Қажылардың құты, берекесі, киесі де біздің үйге тарсын деп үйлеріне түсіруге тырысып жатты. Бірақ Қантжан барлық қажыны рет-ретімен бөліп тәртіп орнатты. Мені және қажы Біләлді туысқандарымен өз отауына түсірді. Негізгі исламның 5 парызы бойынша да қажылыққа бару дәулетті кісілерге міндет болған. Сосын бүкіл ғұмырыңда бір рет барсаң жетіп жатыр. Тәуелсіздік алған соң бұл шарттың біреуі де орындалған жоқ. 1991 жылы қажылыққа 20 адам барса, 93 жылы 300 адам қажы атанды. 2006 жылы саны 3000 адам құрады. Мәселе бұл жерде адамның санында емес, сапасында, яғни жасында. Соңғы 20 жылда қажылыққа барғандардың дені жастар және дінге мүлдем қатысы жоқ, әр саланың мамандары. Құдай-ау, олардың ішінде кім жоқ десеңіз. Бүкіл эстрада жұлдыздарынан бастап танымал журналистер мен шенеуніктер жаппай Меккеге ағылады. Қажылықтан оралған соң олардың мұндай биік мәртебені ұстап тұра алмайтыны әмбеге аян еді. Қажы атанып келген соң көбінің соңынан сөз ілесті. Мұның соңы қажылыққа деген негелесті көңіл күй туғызды. Бұрынғы киелі қажылықтың жұрнағы да қалмады. 100 жыл бұрын ел жұрт қажыны үйіне қондыруға таласатын еді. Қазір қажыларды сахнада әжуалау, олар жайлы анекдоттар шығару қалыпты жағдайға айналды. Бұдан да сорақсы қажылық идеологияның құралына айналды. Бұл мақсатта қажылыққа тегін жолдама беретін де жамағаттар қаптады, дін көсемдері. Жұрттың жүрегіне иман нұрын құюмен емес, жамағаттың санын арттырумен айналысты. Осының кесірінен бір мысқал да діни сауаты болмаса да хикметсіз уағызды оңды-солды айта беретін жастар легі көбейді. Қабыл болған қажылық. Әу баста ғұламалар ислам доктринасын бітіргендерде қажылықты 5 парыздың бірі ретінде атағаны рас. Бұл діндердің бөлшектеніп кетуіне жол бермейді. Яғни махаббаттардың кей ақидалары бір-біріне қайшы келгенімен
тұтас алғанда бірнеше орта ұстанғанға қатар байланып тұруы тиіс. Сондықтан да махаббатқа ақида мәдениетте тілде алуан түрге бөлінетін мұсылмандар қажылық кезінде бөлектеніп тұратын даралығы бар бір сәтке ысырап, қағбаны тәуіп еткенде бір тұтастанып кетеді. Тіпті бай мен кедейдің, әйел мен еркектің, патша мен малайды айырып тұратын әлеуметтік айырмашылықтары жойылды. Алланың алдында барлық адам тең. Қас тақуалар мен ақжүрек момындар қабыл болған қажылық алдында қадірлі деген аяттың ислам доктринасын бітіргендерде солай болады тұрса да, қажылықта алыс сапарға аттануға, бұл діндердің бөлшектеніп кетуіне жол бермейді. Яғни махаббаттардың кей ақидалары бір-біріне қайшы келгенше бір рет тұтас алғанда бірнеше орта өтелетін қатары байланып тиіс. Сондықтан да махаббат Орта Азия аймағы Меккеден жарық жатқандықтан түрге бөлінетін мұсылмандар қажылыққа санаулы момын ғана бара алатын. Ал бұл парызды орындай алмайтын Бұхараға ата-анаңды бақ, бір халыққа қызмет ет, тіпті бай мен кедейдің, әйел мен еркектің альтернативті құлшылық ұсынады. Малайды айырмашылықтың әлеуметтік айырмашылықтары жойылды. Алланың алдында темір бейдің қажылық сапарын тоқтатады. Қас тақуалар мен ақжүрек момындар ғана бар. Себебі ол кезде қадірлі деген аяттың мәнісін ноғай жұрты басып елші бола тұрса да, Ресейдің алыс сапарға аттануға мал дәуренімен мүмкіндік кезеңде ел жұртың мол момындарға ғана парыз қалдырып сауап іздеп, онда бұл ковалист бола қалатын қажылыққа барсаң, сауаптың орнына күнәні қалайсың. Осыны терең ұққан шалкиіз жырау сен Орта Азия аймағы Меккеден жарып жатқандықтан ел жұртың болса, көшеге дейін қажылыққа санаулы талан тараж болатын. Ал бұл парызды орындай алмайтын Бұхараға ата-анаңды бақ сұраймын. Халыққа Тәңірімнің ел жұрты кебеңе Ибрахим қалал альтернативті құлшылық жығылғанды тұрғызсаң, жылағанды өмір сүрген шалкиіз жырау темір бейдің қажылық сапарын тоқтатады. Сұлтан ием қарсы алды. Себебі ол кезде едіге бит дүние салып, ноғай жұрты басып елші қартайғанда да ата-анасының қараусыз қалдырып қажылыққа аттануы мен ақырет мәселесі кезеңде жедел хан жеңіл жолмен шешкесіз қалдырып дәулетті қазақтар бұл ковалист 14-ші ғасырда өмір сүрген сауаптың орнына күнә арқалайсың. Мекке менен Мәдине жолдаушы сен алыс сапар дейді ғой барып келемін дегенше ата-анаңды үйдегі құрметтесең, мал мүлікке талан тараж болып дейді. Бірінің шындап келгенде қажылық парыздың өзі сұнып тұрған Тәңірімнің миллиондаған адам алыстан азап тартып келсе де Құдайға қылығы жаққанды тұрғызсаң, жылағанды құлшылығы қисайғанды түзетсең, Тәңіріңнің қабыл болады екен. Соның шарапатынан басқалары сауапқа молығып, Алланың разылығына бөленеді екенбіз. Қартайғанда да ата-анасының қарандағы қажылыққа аттану мен ақырет мәселесін жедел хан жеңіл жолмен шешкісі генерал дәулетті губернаторларында қызмет ететін 14-ші ғасырда өмір сүрген шалахшымен тоқтауға тырысқан. Осындай оқиғаға куә болған кісілерді алыс сапар дейді ғой барған кісі. Олар ата-анаңды үйдегі құрметтесең, Мекке болып табылар деген атты естелік шындап келгенде қажылық парыздың өзі тұнып тұрған мистика. Миллиондаған адам алыстан азап тартып келсе Ташкенттің Бесағаш деген аудан біреуінің біріне жұрт құлшылығы дүрлігіп шұбырып көшеге шығады да қабыл болады екен. Намаз деген шарапатынан басқалар қарай ағыла бастайды. Әдетте бұл разылығы мен құрбан айттың намазы оқылып деген 20 мыңға жуық сарандағы сынға толы қиқайға жетті. Солай болды. Базарда сабын сатып тұрған бір саудегер Түркістаннан келе жатқан губернаторларында қызмет етеді. Хабарыңыз жоқ па? Бүгін ел жұрт дүкендерін ашық жасындай оқиғаға куә болған кісілерді тыныштыққа деп жазып алған. Олар 1916 жаңа ғана есту көрген Пулшовтың Түркістане деген жаназасына қатысты еңбегінде мынадай бір бәріміз дерек бар. Қажылығы қабыл болды. Оның арқасынан дұға жасап Ташкенттің Бесағаш деген ауданында расымен де біздің Юсупқа сондай бақыт бұйырып па дейді шұбырып көшеге шығады да өзіміз намаз деген Құдайдағы мешітке қарай ағыла бастайды.
әдетте сондай бұл бақыт мешітте бұйыртты. ораза мен Қажылығы құрбан айттың қабыл намазы болсын. оқылып, Алласы 20 мыңға алдына жуық жарылғасын. жұрт О, жиналады. Құдайым құдіретті. Бұл жолы да Тәуба, солай тәуба болды. деп саудагер Базарда сабын қолын сатып кеудесіне тұрған бір қойып саудагер күбірледі. мешіттен келе жатқан Негізгі молдадан оқиға былай молдеке болған екен. хабарыңыз Жыл жоқ сайын бұл аймақтың бүгінге жүздеген ел момын жұрт дүкендерін ашық-шашық момын қалдырып мешітке қарай ағылды. шәріпке Тыныштық па деп қажылыққа сұрады. аттанады. Олар Олар бір хабарым бар. ауыр Жаңа азапты ғана бастан кешер михнатын мол Каудың сол парызды жаназасына қатыстым. Бірақ мұсылман Бәріміз түкпір-түкпірінен жиналатын қажылығы қабыл болды деп оның оның арқасынан арқасынан дұға жасап біреуінің ғана қажылығы қалайша қалайша қайтады. расымен де біздің Қажылығы Юсупқа қабыл сондай болған бақыт бақытты бұйырды жан па дейді Құдай саудагер. тағала Күнәһар пенделердің өзіміз арасында базарда Құдайдың артық құтты күні жүргізбей көретін жанын Юсуф ертерек мақалға сондай кіргізеді бақыт бұйырды. деседі. Қажылығы Бұл қабыл жолда болды. Қажылықтан келе жатқан Алласы мұсылманды алдына қарсы жарылғасын. алу О, үшін Құдай жергілікті құдіретті. жұрт Тәуба, қаланың тәуба шетіне деп шықты. саудагер Күтіп қолын тұрған халық кеудесіне қойып күбірледі. араларында Негізгі қажылығы оқиға қабыл қалай болған болған бақытты жан Жыл бар ма сайын деп бұл сұрайды. аймақтың Өзіміз жүздеген жақсы момын танитын, һәм жақсы момын көретін Юсуф ге мешканның шәһәрге қажылығы қабыл болды қажылыққа деп аттанады. дауыстайды қажылар. Ауыр бұл хабарды естігенде ел жұрт кәдімгідей михнатын есіңгіріп қалып сол парызды әрең орындап Юсуф мектенге Бірақ аттанған мұсылман жоқ. әлемінің Кеше түкпір ғана кешке түкпірінен оны жиналатын Шарсу базарында барған көрдім. осыншама Бүгін азан азан халықтың ішінен маған біреуінің ғана аңғардан су қажылығы тасуға қабыл жәрдем болып берді. қайтады. Керек десе ол Қажылығы шаһардан қабыл ұзап болған шыққан да бақытты жоқ жан қой. Құдай Құдай тағала тағалды су күнәһар тасушы пенделердің жігіттердің арасында қасында артық тұрған жүргенде болса жанын балам ертерек алып Алланың құдіретіне құдіретіне шек шек келтіріп келтіріп күнәһар күнәһар атанбақ. Бұл Алла жолда қаласа қажылыққа бәрі келе мүмкін жатқан мұсылманды деп оны қарсы алу алу үшін жергілікті жұрт қаланың шетіне шығыпты. Күтіп тұрған Тақсыр, халық Алла сақтасын. күмәндан араларында қажылығы қабыл болған бақытты жан бар ма деп сұрайды. Өзіміз жақсы танитын, һәм жақсы көретін қажылар бар. Юсуф мешканның Парызын қажылығы өтеп қабыл келді болыпты ме? деп Әлде дауыстайды қасіретті қажылар. пайғамбар Бұл оларға хабарды бас естігенде тағатын ел жігіт жұрт кәдімгідей арнайы алдырып есіңгіріп қалып дейді жігіт бұл қалай таңдансын жасыра Юсуф алмайды. мектенге аттанған Олар жоқ. осылай Кеше күбірлесіп ғана кешке тұрғанда оны Шарсу базарында кей көрдім. жұрт күңкілдесіп Бүгін күмәнді азанда күшейтіп жіберді. маған Ал молда болса аңғардан болады су тасуға теріс жәрдем айналды. берді. Осы Керек кезде десе ол жұрттың шаһардан ұзап шыққан да жоқ дені қой. Көкілташ Таңғалды медресесіне су тасушы қарай жігітке жөнелді. толды. Халық Қасында тобырға тұрған молда молда болса бір бір өркештен Аллам, ар кетіп Алланың құдіретіне Нардың шек келтіріп күнәһар еті атанбақ. әдемі кілеммен Алла жабылған қаласа табыт. бәрі мүмкін Юсуф деп марқұмның оны денесін тыйып жерлеуге тастайды. әкетіп бара жатыр екен. Елдің бәрі қасиетті тағыттың бетіне Тақсыр, Алла жабылған сақтасын. киелі Күмәндан кілемдері тұрған мен бір жоқ сипатына қалуға кереметті лабастайды. түсіне алмай тұрмын. Тіпті Мен ораза оны айт айттың пен құрбан құрбан айт айт мерекесінде қала кейін ол қара қажылар халық бар. бұлай жиналмай Парызын парызын өтеп өтеп келді келді ме жанда әлде қос қасіретті пайғамбар оқыған пырақ атын жіберіп мүрдені арнайы алдырды ма қабір дейді қазатын жігіт. жігіттер Таңданыстың жолдың оң жасырағынан жағынан Юсуфтың олар қабірін осылай қасып күбірлесіп қойып тұрғанда тұрып екен. марқұмның Кей жұрт моласынан күңкілдесіп гүлдесіп күмәнін салып күшейтіп қалуға жіберді. Ал молда таласқан болса жұртты болады күзетшілер теріс мен айналды. сақшылар Осы кезде әзер жұрттың дегенде тежеп тұрыпты. дені Себебі жас Көкілташ балалар медресесіне қарай тобырдың ішіне жөнелді. тапталып қала Халық тобырдың жаздайды. ортасында Бір қабір өркештен көміліп Құран Құран оқылып, нардың дұға ішінде жасалып бәрі беті біткен әдемі соң кілеммен ақырындап жабылған тарауға табыт. бет алған Юсуф жұрт марқұмның базардың денесін ішінде жерлеуге қарапайым әкетіп ғана бара су жатыр тасушы Елдің боп қызмет бәрі еткен қасиетті Юсуфтың тағыттың мұндай бетіне дәрежені жабылған қалай тапқанын киелі талқылай кілемдері бастап бір Юсуф сипат орта қалуға жастан асқан бастайды. қарапайым Тіпті сарт еді. ораза Ол айт пен айналасына құрбан айт мейірім шуағын мерекесінде қала шашқан қара мейірімді халық мұсылман. бұлай жиналмай Түнде де бұлар базар шақыр көпірді тегін жанда қос мазар моласына қызмет қылып қарай жүре беретін. жеткізеді. Әдетте саудагерлер базардарға ел аяғы қабір басыла қазатын жігіттер сала үйлеріне жолдың оң кетуге жағынан асығып Юсуфтың қаңырап қалған қабірін базар қасып көшелерінде күтіп отыр екен. қоқыс үйіліп қалады. Марқұмның моласына Таңға дейін дұрыс қоқыс топырақ атаулыны қалуға тазалап шығарылмаса таласқан жерді жұрттың күзетшілер мен базарға сақшылар кіру мүмкін емес. әзер дегенде Сондықтан тежеп тұрыпты. базар Себебі босаған жас жастен балалар бастап таза ішіне тазалаушы тапталып қала іске жаздайды. кірісетін. Қабір көміліп Қала Құран беті оқылып, олардың дұға жасалып заттарын бәрі да біткен соң күзетіп ұрыға ұрыға айналып алдыртпайтын. алдыртпайтын. Әсіресе Юсуф Базардың мешкан бұл ішінде істе қарапайым ғана ерекше адал болды. Бұл Бүкіл саудагер еткен оны осы Юсуфтың адал мұндай хан дәрежені қалай тегін тапқанын қызметіне дән риза талқылай боласың. бастады. Риза болғаны Юсуф сонша орта жастан оның асқан бала шағасы қарапайым ішім сарт. жеріне Ол тартпасын айналасына мейірім керек шуағын жарағын өзгертіп шашқан алып мейірімді мұсылман. үйіне Үйінде білдірмей базар апарып тастайтын. әдетте таң намазын мешітте қызмет оқып қып жүре жүре беретін. беретін Әдетте саудагерлер қараңғы базар көшелеріне ел аяғы мешітке басылатын баратын жолай сала оларға үйлеріне қырындап кетуге тиісіп қалған қалғысы базар келетін көшелерінде жерлерде де кездесіп қоқыс қалады. Ондай Таңға кезде дейін әйелдердің қоқыс амандығын атаулыны тазалап тазалап шығарылмаса қамтамасыз ертеңіне етуші базарға еді. кіру Бөтен бөтен әйелдерге әйелдерге онсыз тиіскен талай еркек оны базар аяғын босаған жеп сәттен тынды. бастап Оның тазалаушы тағы бір жігіттер іске адамшылдығы кірісетін. мынау
Иисус қалар патшалар деп аталып олардың кеткен. заттарын да
оңбаған дәстүрді алдыртпайды. доңыздың Әсіресе етінен Иисус бетер Христос жеп бұл көресің. істе Ерекше адал болды. алған Бүкіл саудагер байлары оның осы қыз адал хан кедейдің тегін кепшіктің қызметіне дән риза жас болады. балаларын Риза қыздай болған қылып соң киіндіріп, оның көңіл бала көтереді. шағасы ішім жеріне ұнататын. тарықпасын деп Ол осындай керек қорлыққа шараға өздері мәжбүр сатып болған алып, бейшара баланы үйіне көсіп білдірмей апарып қалушынан тастайтын. қолынан Әдетте таң келгенді намазын аямайтын. мешітте оқысы келген Тағдыры қыз қалған бола келіншектер жаздаған қараңғы талай көшелер мен мешітке бұл баратын қорлықтан жолай отбасына оларға апарып қырындап тиісіп тапсыратын. қалғысы келетін Ал еркектер осы де кездесіп қалады. ісімен Ондай қайсы кезде бірі байды әйелдердің амандығын қызығынан айырса да олардың қамтамасыз ешбірі етуші Иисусқа еді. Бөтен әйелдердің сенің не орыс шаруаң бар тиіскен жайыңа қарап жүр ондай таяғын алмай жеп тынды. оның ниеті мен жүрегінің Оның таза тағы бір болған сонша адамшылдығы кімді болса болса Исус соны бачалас мысаласатын. деп Содан аталып бері кеткен олар оңбаған ешкім дәстүрді оған дауыс көтеріп қол доңыздың жұмсаған етінен емес. бетер жек көретін. Қызығынан айырған байлардың өзі де іштей жек көріп жүрсе де сырттай кедейдің сыйлап тұрады. кепшіктің оның жап-жас ешкім балаларын деген қыздай махаббатының қылып киіндіріп өзі көңіл көтереді. суарушы ұнататын. дегенді Ол білдіретін. осындай қорлыққа Қарауыл мәжбүр жігіттердің болған бейшара бірнешеуі баланы Иисусқа көсіп қосылып, қалушынан мойындарынан қолынан дәу келгенді мес аямайтын. пен Торсақты тағдыры іліп талқан алып бола күні бойы жаздаған аттан талай су баланы тасиды. Себебі қорбасарға кіреберістің отбасына топырағы апарып езіліп шаңырап тапсырады. бұрқырап Ал кетеді. осы қою шаң базарға ісімен кіріп қайсы елдің бірі мазасын байды алмасын деп үнемі қызығынан топыраққа айырса су да шашып олардың отырады. ешбірі Бұл Иисусқа шаруасын жайлаған соң сенің не шаруаң бар жайыңа қарап жүр барлық дей шайхананың алмайтын. үлкен ыдыстарын оның таза ниеті сумен мен толтырып жүрегінің шығады. таза болған Бұл сонша кімді кімді болса болса бірте бірте бірін басатын. бұлдап содан бері міндетсініп олар ешкім базардағы оған дауыс шаруасын көтеріп қол бір жұмсаған жақты емес. еткесін Қызығынан барып мешітке айырылған қарай байлардың байлардың өзі де ол іштей жерде жек көріп Алласына жүрсе де сырттай құлшылық жасап жасап тұруға тұрады. тілеп қайтады. Оның мешкал сосын деген барып лақап отбасына атына оралып сүйкімді келіншегімен келіншегімен бірге отырып шай білдіретін. Қарау 1839 жылы бірнеше рі Иисусқа Ташкенттің қосылып бірталай сарты мойындарына жиналған дәу қажылыққа аттанған. мес олардың пен сапардан торсықты аман іліп есен алып күні оралуы бойы үшін арттан су өзінше бір тасиды. мереке дерсін. Себебі базарға мереке кіреберістің атына топырағы аттана езіліп алмаған шаңы жұрттың неше бұрқырап түрлі кететін. әңгіме Қою естіп шаң жазға базарға қарап кіріп, боласын. елдің мазасын алмасын деп Үнемі үнемі топыраққа топыраққа су шашып отырады. жердің Бұл шаруасын жайлаған соң келген киелі кісілердің батасын алып барлық шайхананың үлкен үлкен ыдыстарын таза сумен толтырып шығады. Осылайша азан да қазан у да ісінің шоғыр бірте жатқанда бірін бір жолы бұлдап Ташкентте міндетсініп қалған қалған Иисус жанның құлшылығы базардағы қағыл шаруасын бір жақты Бүкіл шарапат сонда еткесін деген барып ақпарат мешітке қарай қарай аяқтайды. Сол ол жерде жерде Алласына Алласына құлшылық бұл жасап әңгіме туға әп тілеп сәтте қайтады. желдей естіп Сосын тарады. барып отбасына ізгі хабарды оралып, бірінші болып сүйкімді келіншегімен бірге Иисустан отырып шарапат жұқтыру үшін 1839 оның қолын жылы сүйіп шапанын сипап Ташкенттің батасын бірталай аламыз деп сарты жиналған базарға қарай қажылыққа аттанған. Ал Олардың Иисус сапардан пақыр аман есен ештеңемен оралу ісі үшін жоқ. өзінше бір Торсығын мереке иығына дерсін. асып алып, Мереке базардың бір атына ұшында су тасып жүрген аттана болатын. алмаған жұртты неше Шарапат түрлі тілеушілер әңгіме оны естіп қоршап қоршаған алып боласын. бата бер деп жұлқылай бастайды. бастысы ол олар ештеңе ұққан қасиетті жоқ. жердің әні міне шарапатын дегенше жұқтырып оның келген басына киелі батасына кісілердің таласқан батасын жұрттың қарасы алып, қалыңдап ойына сала иман берді. артқысы келді. Сол кезде бұларға Осылайша Ташкент азан да қазан қазан у да бас шоғыр қазы жатқанда Иса бір жолы қожаның Ташкенттің шабарманы қалған келді. Иисус ол жанның қолындағы құлшылығы бір пағыл жапырақ болды. қағазды Иисусқа тапсырды. Бүкіл шарапат сонда құр деген құрметпен ақпарат дүңк ете маңдайына қалды. тигізіп Сол ернімен уақ сүйді. екен Өзі бұл қара әңгіме танымаған әп сәтте соң желдей қасындағы бір естіп сауатты ізгі кісіге хабарды оқып бірінші болып берші деп естігендер Иисустан шарапат жұқтыру үшін оның қолын сүйіп Хаттың шапанын мәнісі сипап мынау батасын екен. аламыз деп Меккеге бармай-ақ базарға қарай Иисустың шығады. қажылығы қабыл ал болыпты Иисус деп пақыр ел дүрлігіп жатыр. ештеңеден ісі Осы жоқ. ақпараттың Торсығын растығын иығына шариғат асып бойынша алып тексеру базардың үшін бір бұрышында су тасып жүрген сибзар болатын. жақтағы шарапат тілеушілер оны қоршап алып керек бата бер деп бұйрық жұлқылай бастайды. астына ол ештеңе бас ұққан қазы жоқ. қол әні қойып міне дегенше оның басына мөр басып батасына таласқан жұрттың қарасы бұл хабарды қалыңдап сала естіген соң берді. онсыз да сол алаңдап кезде тұрған бұларға Иисустың көңіл Ташкент күйі одан одан бас сайын қазы бұзылды. Иса өмірінде қожаның Мекке тұрмақ шабарманы Ташкенттен келді. шығып ол көрмеген қолындағы Иисус бір жапырақ әңгіменің қағазды сол Иисусқа миына тапсырды. Иисус Иисус құжатты бірақ құрметпен қандай алды да керемет жасаймын маңдайына десе де тигізіп Аллаға ернімен тілеген сүйді. екен ғой. Өзі деп қара ойлады. танымаған айтқандарын соң келсін, мен қасындағы бір қарабетке сауатты кісіге ұлы оқып Алла берші деп расымен де өтінді. осындай дәреже нәсіп еткені шын болса мені хаттың мәнісі қазының мынау алдына екен. апарып Меккеге бармай-ақ жанын Иисустың алсын қажылығы қабыл деп болыпты дұға деп тілейді. ел дүрлігіп жатыр. жұрт Осы фатиханы ақпаратты жабылып растығын шариғат шариғат бойынша тексеру үшін жамырай шуласты. сибзар Юсуп жақтағы шабарманның қазылыққа атына келуіміз мінгесіледі келеді де мекемеге қарай бет алды. астына бұл бас қазы расымен қол қойып Алланың назары түскен мөр әулие ме әлде адасып жатысып бұл біздің хабарды бәрімізді естіген қарғап соң ма деп онсыз да алаңдап тұрған қобалжыған Иисустың қара құм көңіл халық күйі та одан мына сайын оқиғаның оқиғаның растығына көз өмірінде жеткізу Мекке үшін тұрмақ Ташкенттен шабарманның шығып атынан көрмеген шығыпты. Иисус олар әңгіменің езгі сол бола базарына базарына бас бас иғыза
алмады.
бірақ қандай Себзар керемет жасаймын көшесіндегі десе де Иса қожа қазының мекемесінің алдына айтқандарың келсін, мен Шабарман Қарабетке аттан ұлы түседі де Алла расымен де осындай дәреже нәсіп еткені шын болса, мені қазының алдына апарып масқара қылмай жанымды сылқ еткен шансыз денесін көргенде жұрт фатиханы жабыла оқып Аллаху акбар деп жұрт шу ете қалды. Оның қажылығы Шабарманның атының артына мінгеседі де Алланың сүйікті құлының біріне айналғанына енді ешкім расымен Алланың назары оның денесін ұстап қалу үшін әлде адасып жатқан мүрдесіне қарабасты ма деп бұл оқиғаға қобалжыған Қарақұм қазы оны ерекше оқиғаның растығына көз жеткізу үшін Шабарманның атынан шұбырды. Олар ескі оба базарына басып өтті. Себзар көшесіндегі Иса қожа қазының мекемесінің алдына келіп тоқтайды. Шабарман аттан түседі де Юсуптың да түсуін күтіп тұрады. Міне саған қызық, Юсуп пақыр өліп қалыпты. Оның былқ-сылқ еткен шансыз денесін көргенде, о, Құдайдың кереметі, Аллаху акбар деп жұрт шу ете қалды. Оның қажылығы қабыл болып, Алланың сүйікті құлының біріне айналғанына енді ешкімнің күмәні қалмайды. Оның денесін ұстап қалу үшін бәрі Юсуптың мүрдесіне лап қояды. Бұл оқиғаға куә болған қазы оны ерекше құрметпен жерлеуге пәрмен береді. Тағдырдан жеңілу. Тақырыпты түсінікті болу үшін тағдыр сөзінің түбіне үңілеміз. Арабшадан аударғанда өлшем деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл дүниенің тіршілігі Алланың өлшеп пішіп бергенін, бекітіп берген кесінді заңдармен деңгелейді. Адамның басқа мағлұқ осы өлшемнің ығында жүре береді. Яғни тағдырмен таласпайды. Таластың оның бойында, болмысында ерік қалауы, таңдау талғамы деген қасиет жоқ. Таңдау еркі мен жігер қалауы адам болмысына ғана тән. Адамға дөңгеленген дүниенің өлшемдері, яғни тағдыр үстемдік ете бастағанда, адам еркіндігін іске қосып, өз өмірінің өлшемін, яғни тағдырдың өзі жасап шығады. Бұл жетім болып өссе де, ірі қайраткерге айналу. Бала кезден мектепке бармаса да, есейгенде ғылым қуып, ғылым атану, тауабітті мүгедек болса да, өнерінің бір түрін меңгеріп, әлемді аузына қарату. Ал бақуатты отбасында туып өскен, арнайы мектепте білім алып, денсаулығы темірде болып тұрса да түк бітіре алмай, өмірді қорғалған типтерді тағдырдың ырқымен кеткен бақытсыз бейбақтарға жатқызады. Жаңа ислам өкілдері жұқтырған қауіпті вирустың бірі фатализм, қазақша тағдыршылық. Бәрі Алланың қалауымен болады, адамда ерік жоқ. Біз Алланың айдауымен жүріп тұрамыз. Алла қалаған құлын тура жолға салады, қаламаса адастырады деп сену. Тарихқа қарасаңыз, фатализм идеясын құл ұстайтын қожалар жақсы көрген. Құлдардың миына, маған құл болу сенің тағдырың. Құдай әуелден пешенеңе құлдықты жазған. Маған қарсы шыққаның, Құдайға қарсы шыққаның деп құйып отырады. Осы идеяны сіңіру үшін патшалар діни орталықтың қызметін пайдаланатын. Оны қазір академиялық ғылым, психологиялық құлдық деп атайды. Құлдық қоғам әбден орныққанда дүниеге пайғамбарлар келеді. Олардың миссиясы фатализм идеясын қирату. Ибраим, Мұса, Ғайса, Мұхаммед пайғамбар бәрі халықты құлдықтан босатумен айналысқан. Олар ізінен ерген үмбетіне тағдырың өз қолыңда, тағдырыңа ие бол деп адамның рухани болмысын пандеттеризмге идеясынан азат етті. Егер адамзат тарихы озалдан Құдайдың қалауымен, жазуымен жүріп жатса, не үшін пайғамбар келіп ол ережені өзгертуі керек? Онда пайғамбарлар Құдайдың қалауына, Құдайдың жазғанына қарсы күрескен болып қалмай ма? Екіншіден, адамзат тіршілігі Алланың қалауымен өтіп жатса, ақыретте адамнан сұрақ жауап алудың не мәнісі бар? Адам өмірдегі өз сөзі мен ісіне жауап береді десек, онда адамда өмірлік позиция таңдау үшін ерік қалау болуы керек. Европаның орта ғасырында түнекке батуы фатализмнен басталған. Бүкіл шіркеу христиан жұртының ерік қалауын фатализмнен
мен матаған. Осылайша Европа континентінің бір ғана діни орталыққа тәуелді қылып, кез келген тәуелсіз ой толғайтын ғалымды Құдайға, шіркеуге, папаға қарсы шықты деп айыптау оңай болмайды. 100 жылда бір туатын ғалымдарды отқа жақты. Діни қуғын мен қанаудан мезі болған халық ақырындап ояна бастады. Оның соңы католиктер мен протестанттардың 30 жылдық соғысына ұласты. Жұрттың санасын фатализм уынан емдеу үшін Европаның ойшылдары бүкіл ғұмырын жұмсады. Бірнеше ғасыр тек текетірестен өтті. Тағдырың өз қолыңда деген идея үстемдікке жеткенде Европаның өрлеу дәуірі басталды. Әр адам өз өмірі үшін күресуді үйренді. 2000 жылдарға дейін қазақ қоғамында фатализм асқынбаған еді. Оны Сұлтан Махмұттың мына өлеңдерінен көруге болады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен. Тағдырдан болды дегенді шығарамын сөзімнен дейді. Шәкәрімнің өлеңдерін қарасаңызда. Тумақ өлмек тағдырдың шын қазасы, ортасы өмір жоқтың қой екі басы, сағымда екі жоқтық арасында тіршілік деп аталар бірі жасы дейді. Несін сүй, несін сүйме ер көзіңде, нәпсің де, ақылың да тұр көзіңде. Сынау үшін жаратқан бір иең бар, тексерілмей қалмайсың бір кезеңде дейді Абайдың өлеңдерінде. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінде қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп адамның еркіндігінің алдындағы планға шығарады. Майлықожа жырау. Алла берді екі жол, бірі оң да, бірі сол. Ойланыңдар бауырлар, дүние қысқа, ақырет мол деп Тәңірді адамға таңау беретін айтады. Қазақ мақал-мәтелдерінде Алланың ісін пайғамбар болжап бермейді. Тағдырдың талаптан басқа сыйы жоқ деген сарындар бар. Яғни фатализмді насихаттайтын үлгілер жоқтың қасы. Жалпы түркі нәсілінің фатализммен қатты ауруына имам Матуриден әсер еткен деп ойлайды. Олар тағдырдың жазуы деп қартайып өлуді айтады. Ал орта жолда мезгілсіз қайтыс болуды қаза деп атаған. Қаза себепке байланады. Адам ұрпағы бір аурудан бір адамның қолынан қаза табады. Екі жағдайда да себепті іздеуге негіз бар. Аурудың алдын алып емделуге шанс бар. Екі кісі қолынан қаза тапқан пенде ұзақ жасайды. Кісі қолынан қаза тапқан пенде ұзақ жасайды. Ал қаза жеткерген қылмыскерді соттайды. Біздің халықтың түсінігінде жазмыштан өзіміз жоқ. Тағдырдың жазғаны осы. Құдайға да жақсы адам керек. Адамның айтқаны емес, Тәңірдің дегені болады. Қуған жетпес, бұйырған кетпес. Адамның басы Алланың добы деген сияқты тіркестері бар. Мұны экзистенция философиясында фатализмге, тағдыршылдыққа жатқызбайды. Мұны мойынсынуға, смирениеге жатқызады. Яғни басқа түскен қаза объективті себептен болғанда тағдырды мойынсынады. Мысалы, табиғи апаттарда қаза табу, тұқым қуалайтын дерттің құрбаны болу, найзағай түсу. Мұнда ешкімді айыптап кінәлай алмайсыз. Амалсыз тағдырға мойынсыныңыз. Ол мойынсынудан көңіл айту дәстүрі шығады. Онда қаралы үйдің иесін, марқұмның туған туысын жұбату мақсатында ғана тағдырды себеп қылып көңіл айтады. Жалпы қазақ дүниетанымында фатализмнің жоқ екенін құн сұрау дәстүрінен көреміз. Нақақ кісі өлтірсең жауап бересің. Мұның екі қыры бар. Бірі гуманизм, екіншісі қанға қан деп адамның орнына кісі өлтіреді. Екіншісі жауапкершілік. Ісіңе жауап бересің. Көшпелі қазақ фатализмді мойындаған болса, Құдайдың жазуымен жеткен қазаға не үшін құн төлеуі керек? Европадағы экзистенциалистер тағдырды былай деп түсіндіреді. Тағдыр деп адамның ықпалы жүрмейтін аймақты айтады. Еріксіз туу, еріксіз өлу. Адам дүниесіндегі еріксіз кез келген отаны, ағайын, туысы, жынысы, ұлы тағдыры болып саналады. Бірақ адам тіршілік алаңында өмір жолын өзі таңдайды.
кез келген ісін өз қалауымен таңдауымен жасайды. Осыдан жауапкершілік феномені шығады. Еркіндік нығметі адамға не үшін берілген дегенде, жауапкершілік арқалау үшін деп жауап береді. Логотерапияның негізгі салушысы Виктор Франкл тағдырды үшке бөлген: биологиялық тағдыр, адамның мүгедек болып туылуы; психологиялық тағдыр, сан түрлі тәрбиенің әсерімен өзіне мінез жасап, сонымен ақталу жүріс-тұрысындағы кем-кетік, мінезім осындай, тәрбием солай, бір үйдің еркесі болып өскем деп психологиялық тағдыр қалыптастырады. Яғни өзгеруге, өзін тәрбиелеуге тырыспау. Әлеуметтік тағдыр. Әлеуметтік тағдырды жұрттан ұят болады, жұрт не дейді деп өмір сүру. Әлеуметте қалыптасқан теріс көзқарастың ықпалынан шыға алмай, мән-мағынасыз дәстүрлерді орындай беру. Жұрттан қалмаймыз деп кредит алып келін сүру, даңғаза той жасау, диплом жуу. Тағдыр феномен дұрыс түсінбесе де, оның тигізіне зардабы орасан. Бәрі Аллахтың қалауымен деген вирус рухани болмысты шексіз ресурс пен потенциалды байлайды. Адамның рухани болмысынан шығатын еркіндік феноменінің 100% жоққа шығарылған фатализм идеясын қоғамда үстемдік орнатқанда кез келген автоматты түрде Ауғанстан сияқты мешеу мемлекетке айналады. Фатализм көзқарасы орныққан кезде ықпалды фигуралар өзіне ұнамаған кісіні атып өлтіріп, тағдыры солай болды, ажалы Алладан келді, мен тек себепшімін деп ақтала салады. Сонысын оны ешкім тергеп тексеріп сотқа сүйремейді. Қазақстанда 2000 жылдан бастап фаталистік көзқарас барлық дін жамағатқа жаппай жұқты десе болады. Бұл адамдардың психологиясына, дүниетанымына ауыр соққы берді. Оған ұрынған мұсылман тағдыры үшін күреспейтін қауқарсыз пендеге айналды. Фатализм болмысында туғаннан бар еркіндік, еркін ойлау, еркін жүріп тұруы, еркін пір білдіру деген адами қасиеттерін қырқып түседі. Бәрі Алланың қалауымен болып жатыр. Алла бәрін жазып қойған. Алла қаласа тура жолға түсеміз, қалмаса адамсыз деген түсінік жауапкершілік феноменін жойды. Осының кесірінен тек Алланың қалауымен жүріп тұрушы машина сипатты мұсылмандар қаптады. Жеке діни таңдауын Алланың қалауы деп түсіндірген өздерін Алланың назары түскен таңдаулы тұлғадай сезінді. Құдай тағала қалың жұрттан өзін бөліп алып тура жолға салып қойғандай көңілді асқақтатты. Қазақша айтқанда, көңілі асқақтаған ақымақ ақылды бар деп ойлайды. Өз таңдауы дарамыз деп сезіну өзін өзі басқа жұрттан артық санайтын психология тудырады. Басқаның діні мен құлшылығын терістеу, жұртқа жаппай таңып мораль оқу, діні бөтенге жекіп жол көрсету осыдан келіп шығады. Шындығында кімнің ақиқат жолда екенін алдымен Алладан басқа ешкім де анық білмейді. Фатализмнің тағы бір кері әсер қоғамда болып жатқан оқиғаларға бей-жай қарайтын конформистік көзқарас қалыптасады. Мұғалімдер құқығының тапталуы, жазықсыз жандардың сотталуы, гептилдің төгілуі, сыбайлас жемқорлықтың асқынуы, жұмыссыздық, әйелдер ақысының тапталуы, баспана мәселесі сияқты проблемаларды көтеретін бірде-бір діни қайраткер шықпады. Жастарды ғылым білім үйретуге, өркениетті елдердің тәжірибесіне, елге әкелуге шақыртатын діни лидерлер мүлде қалмады. Осының бәрі фатализмнің қоғамдағы көріністері. Фатализмнің тағы бір қыры әділдік үшін күреспеу. Алла бізге осы басшыны нәсіп етті. Оған бағыну уәжіп. Сынауға ақымыз жоқ. Басшыға қарсы келсең, Құдайға қарсы келгенің. Басшы Құдайдың жердегі көлеңкісі деген түсініктер тамыр жайды. Мұның соңы басшының кемдігін көрмейтін, оны мүлде қателеспейді деп ойлайтын надандыққа ұласты. Қиянат көрсе, ашық сынайтын әділетті би шешеннің рөлі жойылды. Әлем ішіндегі әлемнің күйреуі. Адам болмысы қандай қасиетімен айшықталады. Өзі объективті әлемде тұрып, көкірегінде өзіне ғана тән тағы бір әлемді жасап алады. Қазақта көңілдің төрі деген түсінік бар. Сүйген адамына қарап,
сізге көңілімнің төрінен орын беремін деп айтады. Демек, ішкі әлемнің сапасы көңіл төрінен орын алған адамдардың сапасына тікелей тәуелді. Ішкі әлеміңнің неғұрлым мазмұнды құндылықпен толтырсаң, өзіңнің де бәсің артып, бағың жанып, бақытың тұрақтайды. Сыртқы әлемнің қызығына құмар болған типтердің ішкі әлемі қаңырап тұратыны осыдан. Осылайша адам қуыс кеуде пендеге айналады. Ал ішкі әлемге жиналуы тиіс құндылықтар сапасын кейісіне қарай анықтап ажыратып беретін ілімді дін деп атаймыз. Дін құлағында пенде шіркін ішіне нені жинап, нені көңілінен жою керектігін ажырата алмай қаламыз. Жаңа ислам өкілдері қазақ дүниетанымда оңалмастай және бір соққы берді. Олар күллі ғаламмен тұтасып, бірге тұрған объект пен субобъекті екіге жарды. Бұрын қазір Қызыр ата, Қырық шілтен, Қызыр Ілияс, Шашты Әзиз, Бақ, Құт, Береке, Әруақ, Әулие, Домалақ ана, Бибі Бәтима, Әзірет Әлі, Әзірет Сұлтан сияқты күллі саркальды объектілердің қазақтың көңілінде тұратын. Ол заманда Қызыр атадан бата алу, Бибі Бәтиманың аян беруі, Әулиенің аян беріп қолдау көрсетуі, Шілтеннің шылауы тиюі сияқты құбылыстар өте көп кездесетін. Әсіресе батырлар жырында көп айтылатын, мысалы Асау барақ жырында батырдың қалмақтармен соғысында былай баяндалады. Сол уақытта болғанда бала да байқап қалады. Зікір салып қожалар айналып жүр алаңды. Асан қажы аллалап оң жағында тұрады. Қасым қожа аллалап сол жағында тұрады. Бір ата бір қожа аллалап қарсы алдыңда тұрады. Қалмақтың оғын тигізбей асасы мен қағады дейді. Бұл жырдың мәтінін большевик мұсылмандар оқыса, міндетті түрде ширк деп шошиды. Ал біз жырдағы оқиғаны түсіндіру үшін логотерапия әдісін қолданамыз. Жырдағы батырды әлемді тануға міндетті бір субъекті деп аламыз. Жанына аллалап жүрген қожа, молдалар оның түпкі санасында тіршілік кешіп жатқан рухани объектілер. Асау, бірақ бұған дейін де бұл объектілермен рухани байланыста бар еді. Олардан ізгі бата алатын, түсінде көретін, даналық сөздерін жаттап, қиқметін кеудесі не түйген, қысылса олардан медет тілейтін, соғысқа түскенде де түкірлік таңымен әруақ деп кіретін. Өзінің Аллаға деген сенімі күшті болғасын, киелі рухтың бәрін Тәңірі көмек ретінде жіберіп тұр деп ойлайды. Мысалы, пайғамбар Бәдір соғысында сан жағынан 3 есе басым жауға қарсы тұрғанда Құдайдың өзі келіп көмектесіп қылыш алып соғыспайды. Көктен періштелері көмекке келеді деп айтады. Ал Алла тікелей көмектесуі керек, уәсила себеп болмау керек дейтін болсақ, онда періштелер басы артық объекті болып саналады. Ендеше сонда қалай? Періштелер болмаса, Алла бір өзі құдіретті көмек десе алмайды ма? Деп басы артық тағы бір сұрақ туғызады. Адамның көкірегі киелі құндылыққа, рухани объектіге кедей болса, оның арман қиялы, креативті қабілеті, ерік құмарлығы, батырлығы, талабы, елдік санасы, творчестволық таланты өзінен өзі түгіл ғайып болып, адам рухани деградацияға ұшырайды. Бұрын қазақ дүниетанымында мынадай нәрсе көп таралған. Атақты ақын жыраулар кішкентай кезінде міндетті түрде түс көретін. Түсінде Қызыр баба келіп, әй балам, тұр орныңнан, өлең аласың ба, көген аласың ба, арқалап аласың ба, арбалап аласың ба деп сұрайтын. Ақын өлеңді таңдайды, сосын таңертең оянғанда бойына құт қынып кие дариды. Бір түнде суырып салма ақынға айналады, немесе ұйқысынан өлең шығарып туады. Дейді. Біреумен айтысқа кіргенде де міндетті түрде әруақтарды шақырып айтысады. Мұндай мысалдар қазақ фольклорды шақырып айтысады. Мұндай мысалдар толып жатыр. Абыл ақын,
Будабай жырау, Майлықожа жырау, Нұртуған жырау, Сүйінбай ақын, Шашубай ақын, Болман Қожабайұлы, Орман Қунақұлы, Үкілі Ыбырай, Бақтыбай Жолбарсұлы, Жанақ ақын, Маймақ ақын, Жамбыл Жабайұлы, Базар жырау, бәрі ақындықты түсінде Қызыр баба берді деп атайды. Мысалы, күйші Сігір қой бағып жүріп, түсінде Қызыр атаны көрдім дейді. Қызыр ата өлең аласың ба, көген аласың ба дегенде, өлең аламын деп танымал күйшіге айналған. Абыл ақында жайлы осындай оқиға бар. Бір күні мал жайып жүріп, шаршап сәл демалып алмақ боп жерге қисая кетсе, көз ілініпті. Түсінде ұзын бойлы ақ жақты ақсақалды аш беліне түскен сары өңді кісі келіп, шырағым, арбалап аласың ба, әлде арқалап аласың ба деп сұрады. Абыл арқалап алайын деп жауап береді. Ояна кетсе түсінде түс екен. Көрген түсін ағасы Төлеуге, ол ауылы үлкендерге айтады. Түсті жақсылыққа жорған қариялар, қарағым, түсіңнің айтары жоқ, басыңа бақ қонған екен. Оның шапағаты алам дегеніңде бұл қасиеттің ұрпақтарыңа жалғасар ма еді, кім білсін депті. Қазір экзистенция психологиясында мұндай құбылысты діни мәтінмен, яғни шариғатпен талдамайды. Оны психоанализбен тексереді. Яғни әруақ жіберді, пірім медет қылды, 40 шілтен құтқарып қалды деп жатқан психологиялық тұрғыда ғана солай сөйлейді. Сырттан басқа объектілер ұшып келіп, қасында жүрмейді. Барлық оқиға сенімі мықты, рухи қани қазынасы бар қазақтың түп санасында құйындай ұйтқып тұрады. Тәуелсіздік алған соң, жаңа типті мұсылмандар қазақ жанындағы осы рухани объектілерді талқандауға көшті. Оларға шейік жамандық қалдырды. Адасқан деп психологиялық шабуыл жасады. Тіпті базар жырау, қашаған жырау сияқты ақындардың дүниетанымын теріс тәпсіледі. Сыр сүлею мен жырауларын жын ектен жынымен байланысы болған деп түсіндірді. Ешқандай Қызыр атаны түсінде көрмеген. Бос сандырақ деп молдалар мешіттің михрабында мәлімдеме жасады. Бұрынғы қадір түні Қызыр ата келеді, наурызда Қызыр мен Ильяс келеді деген сенімді діни мәтіндермен талқылады. Кие құт сезімдерін сөзбе-сөз тура мағынасына түсініп, буквалист көзбен қарады. Қиттетсе Құран ашып, ондай киені Құранның қай жерінен көріп тұрсың деп қасара жөнеледі. 40-тың бірі Қыдыр, 1000-нан бірі Уәли деп күтетін сеніммен де дінсіздікті етіп көрсетті. Алдыңғы аға буын ата-бабасының естеліктерін ашық айта алмайтын жағдайға жетті. Саркальды сезімдерді бастан кешетін кісілерді тәуіп, бақсы, құшынаш, балгер, шаман, сиқыршы, құмалақшы саналатын санатына жатқызды. Қазақтың ішкі әлемінің түп санасында рухани объектілер жойылған соң, оның орнында үңірейген бос апан пайда болды. Оны ғылымда экзистенция вакуумы деп атайды. Көңілдегі үңірейген экзистенция апаны маскүнемдік, әйел сабау, жаппай ажырасу, суицид, жемқорлық, алаяқтық, надандық, қыз балалар төбелесі, діни фанатизм сияқты элементтер толтырды. Мұны қазақ болмысындағы объекті мен субобъектінің ажырауы деп атаймыз. Яғни алаш ұлысы дүмше діннің кесірінен киелі сакралды әлемнен бөлініп, жеке-жеке қараңғылық түнегіне батты. Бұрынғы 18 мың ғаламмен тұтасқан бірлігі көзінен бұлбұл ұшты. Қазақ ұландары басқа тұрмақ өзінен өзі бөтен боп шыға келді. Бір-бірін ортақ мәдени кеңістікте көрмейді. Қайда жүрсе де бірін-бірі жау көріп, өзінара қауіптеніп тұратын. Адамның ішкі әлемі бөлшектеніп, экзистенциялық қасиеті дарыған сайын, сыртқы тіршілігі де соған сәйкес іри берді. Әсіресе шетелге шыққан қазақтардың бір дастарханда бас қосып, объективті тақырыпты талдауы неғайбыл. Осыдан соң қазақтың жауы қазақ деген оңбаған мәтел тұрақты қолданысқа енді. Ақылды адамның исламнан жігері сонша, зиялы қазақтар тәңіршілікті дін ретінде дәлелдейміз деп соның пайғамбар кітабын іздеп кетті. Енді біреулері беткен исламыңа рахмет деді. Өзі жеке дін жасауға көшті. Осының бәрі жаңа мұсылмандар таратқан исламға қарсы реакция түрінде шықты. Ішкі әлем күйреп, түп санадағы киелі объективті жоғалтқан соң,
Қазақ жұрты Тәңірдің хикметін ішкі болмысынан емес, тыстан іздей бастады. Мысалы, Яссауиді оқысаңыз, Құдайдың дидары, періштесі сырлары, ғибратты Яссауидің ішкі әлемде айналып жатқанын байқайсыз. Яссауи ілімі әлсіреген соң, мынадай таяз таным күшейді. 2000 жылдан былай қарай жан-жануардың денесінен Алла, Мұхаммед, ля илаха иллалла деген сияқты киелі жазуларды көру дәуірі басталды. Бұл кереметтер тасқыны жан-жануармен шектелмеді. Ел жұрт қалқыған бұлттан, манаураған таудан, жай түскен жерден, иілген ағаштан, теңкиген асқабақтан, піскен жұмыртқадан, ашыған қамырдан, бал арасының ұясынан, жүрек органының ішіне, адамның құлағы саусағына, денесінен Алла деген жазуды іздейтін болды. Тіпті аң құстар жаппай аллалап зікір айтып кетті. Мемлекеттік телеарналар, газет-журналдар осындай кереметті көруге әуес болып алды. Ең ақыры білдей, діни басқарма 2007 жылы 160 беттен тұратын «Қақтан түскен белгілер» деген арнайы кітап шығарып, мұны қазақ руханияттарының дамуы деп бағалады. Осылайша қазақтың жаны киелі рухтар әлеміне бір жола ажырап бітті десе де болады. Осыдан соң Қыдыр атаны көретіндер, одан бата алатындар, түсінде аян алатындар күрт кеміді. Аян көргеннің өзінде түсін ашық айта алмайтын жағдайға жетті. Тіпті әруақ деген сөзді дауыстап айтуға үрейленетін заман болды. Жаңа мұсылмандар бұрынғы большевик қазақтар орнатқан үрейдің діни сипатындағы жаңа түрін осылайша орнықтырды. Ең сорақысы, қазақ және жаны өзін табиғатпен бір тұтас көре алмайтын күйге жетті. Бұрын қазақтар өзін табиғатпен, табиғат тылсымдарымен бірге үндес сезінетін. Аспандағы айға да амандасып сәлем беретін. Жаңа ай туған кезде ай көрдім, аман көрдім, ақыретте иман көрдім. Ескі ай есірке, жаңа ай жарылға деп дұға жасап бет сипайтын. Одан бөлек жалғыз ағашты кеспе, бұлақ көрсең көзін аш, көк майсаны таптама, көкті жылма, малды теппе, аққуды атпа, құстың ұясын бұзба, құмырсқаны өлтірме деген киелі ұғымдар болатын. Осыған орай көшпелі қазақтар ақсақ киік, ақсақ құлан, жезкиік, аққу, бозінген, қоңырқас, ақсақ қас, аққудың зары, бұлбұл, бүркіттің күйі, желмая, тарғыл тана, ұшардың ұлуы, бозықторғай байлауы, киіктің зары сияқты күйлер, әндер аңыз ертегілер шығарды. Болмыстың бірлігі деген осы. Субъективті адам айналасындағы кез келген объектіні жан-жануар іштен тануға қабілетті. Қазіргі мұсылмандар әлеміндегі басқа объектінің ішіне еніп, оның ішкі ахуалын ұққан былай тұрсын, өзінің ішіне үңіле алмайтын бейшара халге душар болды. Көкірек көзі бітелген соң дейді. 1984 жылы Мұхтар Мағауин 5 ғасыр жырлайды деген кітапты құрастырып, қазақ мәдениетіндегі орны бар ақын журналистердің еңбегін топтастырып жинап берді. 2006 жылы теріс пиғылды діншілер тарапынан 10 ғасыр жырлайды. 10 ғасыр жырлайды деген кітап басылып шықты. Ол кітапта бұрынғы 5 ғасыр жырлайды кітабында берілген Алла, Тәңір, Құдай деген сөздер Аллах деген сөзбен ауыстырылып өзгертілді. Әруақ, әулие, пір сияқты сөзі бар өлеңдер кітап ішіне енбеді. Ең сорақысы 10 ғасыр жырлайды кітабы түркінің пірі Қожа Ахмет Яссауидің еңбегін енгізбек тұрмақ атын да жазбай қойды. Кейін кейбір зерттеушілер мұның себебін сұрағанда, құрастырушылар Қожа Ахмет Яссауи қожа болған, қазаққа қатысы жоқ тек сыңайда сылтау айтып құтылыпты деседі. 1991 жылы Мұхтар Мағауин құрастырған «Ай, заман-ай» деген кітапта Досмамбет жырау бүй деп толғаған еді. Айнала бұлақ басы тең, Азаулының Стамбулдан несі кем. Азаулының Айдамет, ер Досмамбет ағаның қан ұлынан несі жоқ. Бей ұлынан несі кем, Тәңірінің өзі берген күнінде қан ұлынан артық еді несібем дейтін. 2002 жылы Қобыз сарында шығарғанда біреулер Тәңір мен оның
сөзінің орнын Алла деп өзгертіп жіберіп, Алла мәселен 20 жылдың маусымда Facebook әлеуметтік желісінде Мерген Тоқсанбай деген кісі көтерді. Сөз қадірін білетін әр қазақ Алла деп қосқан буынды сөздің Тәңірінің деген 4 буынның орнын толтыра алмай өлеңін әуезін ритм бұзып тұрғанын көре алды. Кәдімгі жамау сияқты бұл сөз жоқ. Кітап баспасындағы редакторлардың ісі. Ислам дінінде Аллаға да еш қарсылығым жоқ, бірақ қазақтың руханиятында бұндай шабуылдың жүруіне қарсымын дейді. Қазақ арасында кең тараған рухани мақал мәтелдерді Құран аяттарымен қайта талдау әрекеті байқалды. 2012 жылы Нұрсәуле Рысалиева қазақтың кей мақалдарының ислам дүниетанымға кереғар сипат атты мақаласы жарық көрді. Онда мақала авторы бүйдейді. Халқымызды тура жолдан тайдыруды нұсқаған, тегіне төп тамырымен таптаған, керісінше оған балта шабу үшін құралған даналығымыздың тұнығын лайлап, дініміздің еңсесін түсіріп, мұсылмандығымызға күмән келтіріп тұрған бір қатал бұралғы сөздерден арылуға асығуымыз қажет деп ойлаймыз. Кейде дейді де, мынадай мақалдардың тура жолдан тайдырушы ретінде дәлелдейді. Мысалы, арыстан бапқа түне, қожа Ахметтен тіле. Әулие Құдай емес, Құдайдан былай емес. Құдай атқан оңалар, әруат атқан оңалмас дейді. Алла кешірер, әруақ кешірмес. Алланың өзінен ата абыройлы деп келеді. Бір қызығы, осындай ревизиядан кейін қазақ мәдениетінде өркендеп, жаңа белеске көтерілудің орны қараңғылыққа бата түскен сияқты көрінді. Нұрсәуле Рысалиеваның жаны күйген құдайын қарғайды. Жарымды алған құдайдың келіні мендей жаңылсын. Алғаным білмейтін құдай. Тана пайда бермесе, Тәңірі пайда бермейді деген сияқты мақал мәтелдерді Құран хадис мәтінінен талдау ақылға сыймайды. Бұл конвенционалды көзқарастан шыққан субъективті талдау. Негізі академиялық ілімнің талабы бойынша ондай мақалдарға теологиялық емес, психологиялық және социологиялық талдау жасау керек. Авторының сынаған кейбір мақалдары аштық, соғыс жағдайларында халықтың шақырған жағдайынан туған. Осы психологияда коллективті сана дейді. Халықтың басына түскен нәубет түрі тіреске айналып өз сөз түрінде сыртқа шығады. Бірақ заман жақсарғанда олар автоматты түрде ұмтылып, лексиконнан шығып қалады. Ол жерден халықтың діни сауатын емес, психологиялық көңіл күйін талдаса ұтымды әдіс болатын еді. Жаңа исламның шалығы қазақ мәдениетінің ең киелі өнерінің бірі саналатын ақындар айтысына да тиді. Қазіргі айтыс ақындары ешқандай тарихи тізбекке жалғанбаған. Тек қиқметсіз уағыз айтуға үйреніп алған. Ақындар сахнада тұрып жаппай халықты исламға үгіттеп, айтыстың деңгейін сақал мен балаққа дейін түсіріп жібереді. Салыстыру үшін Янукевичтің 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ ақындарының айтысын мысалға келтіреміз. Орынбай алғаш рет айтысты бастап сұлтан байларды мадақтай жөнеледі. Сол кезде жанақ ұрысы бақиға көшкен дін мұсылман баласын неге жырламайсың деп ескертті. Орынбай кезек дегенде домбырасын қағып жіберіп, өлең басын адам атамен қауанаға арнады. Содан Нұх кемесіне мінді. Топан судан өтті, Арараттың биігіне шықты, бүкіл Инжіл иірімдеріне көз тастады. Жолай барлық оқиғаны қалдырмай баяндады. Вавилон Мысыр перғауындарын қалдырмай сүзіп шықты. Сағат бойы мүдірсіз жырлап, Ниагара сахарасындай арындап келіп, Мұхаммедтің өзіне де жетті-ау. Соңғы 10 ғасырда құшағына алып нөсерлеткен жыр бүкіл қазақ даласына толықси жайылар ма еді, қайтер еді, кім білсін. Меккеден шыға бергенде арқалы ақынның домбырасының шегі үзіліп барып тоқтады дейді. Яғни бұрынғы айтыс адам атамен қауанадан тарайтын қиссалар желісінен аңыз әпсанадан тұратын еді. Қақ ілімнің талабы қатал.
Жолға түскен ізденуші бойындағы нәпсісінің қуатын бейберекет шашпауы керек, себебі дін талабы бойынша әрбір қуаттың сұрауы бар. Нәпсінің алапат қуаты ер азаматқа қараңғы қоғамда ілім дұрымен жарықтандыруға және әдетті қоғам орнатуға жұмсалуы тиіс. Осындай киелі медетке жұмсалған нәпсі қуаты кернеу артып шырқау шегіне жеткенде қатын құмарлыққа салынады. Сондықтан да рухани ілімнің ұсталары бүкіл сезімін жинақтап, қатаң бақылауда ұстап, ақиқаттан немесе Алланың дидарына ғашық болуға ұмтылады. Классикалық еңбектерде ғашықтар деп аталатын категория Алланың дидарында ынтақ болған тас тақуаларға қатысты. Байқасаңыз, жаратқанның жамалына ғашық болған нағыз әулие әйелдерге арнап ғашықтар өлеңдер жазбаған. Олар ғашықтықты мынадай хикметтермен өрнектеген: жырт пердесін түнектің, тілеп қақтың дидарын, ашып көздің жүректің, көзбен көріп иланғын. Қожа Ахмет Яссауи дейді. Дидар іздесеңіз бұл түні, ей көздері ашықтар, мөлдір жанарға разыдыр шын мәнінде ғашықтар. Сезім отына құмарды өртейміз енді қай түні, көзіне еркектің көрсетер жүзін гүлзардың байлығы. Көңілінің нұры жанғанда, мерейін тасып бақ тіле, дидары жарық бар маңға, көзі де бізге жақты де. Жиғаның қандай пайдалы, көрсетті саған ашылып, ұсақтай жанның белінде төсіңнен шығар ойланып, дейді Омар Хайям. Жарқылатып жанарың жанып тұрған ләйлім, гүл жүзіңнен қызыл нұр тамып тұрған ләйлім, жүрегімде кіршіксіз махаббаттың оты бар, лапылатқан күйінде қалқып тұрған ләйлім, нұн иіліп сұқтанған әліф бейнең мүсінің, көрген көздің жауын бір алып тұрған ләйлім, сені біреу жылатса жас маржандай ағызып, оның өзін қызылқан жауып тұрған ләйлім, қапамыңнан сыздаған сорлы жүрек бұлқынып, тыным таппай кеудемді қағып тұрған ләйлім, өзің менен сағынып жолығатын жақсы күн басқалардың басынан ауып тұрған ләйлім, дейді. Хафиз жырлапты сондай. Риза емеспін көңілің мені шерге салса да, тамшы тамбас көзіңнен жаным мұтқа жанса да, бірақ осы жалғанда жалғыз сенің сүйерім, маған біткен зәбірің жаудан жаман болса да, азап кілем алдында кең жайылған біздерміз, қайғы менен жүрегі мың шайқалған біздерміз, толыққандай теңіздің шермен шайқап тағдыры, рахатсыз өмір мұң жамылған біздерміз, деп Рудаки жырлапты, дейді. Шәкәрім қажы: жүз пайғамбар мұғжиза көрсетсе де, сені көрмей мұсылман бола алмаймын, сенің сәулең түспеген сопыларды пейішке кіреді деп ойламаймын, деп Шәкәрім қажы айтыпты. Мұндай тақуалар керек десең, жүрегінің түкпіріне некелі жарын да кіргізбейді. Олардың ұғымында Аллаға деген ғашықтыққа ешкім орнықпастау керек. Бұл дүниедегі жұбымен Алла разылығы үшін ғана оны құрметтеп, сыйласып, адами сүйіспеншілік мақымында өмір кешеді. Илахи ғашықтықтан туған ғазалдар адамзат ұрпағына мәңгі бақи солмайтын махаббат құдіретін көрсетіп тұрады. Қас тақуалар осы ғашықтық мақамынан жаңылып жүретін сұлу әйелдерге алдырған кезде бір қасиетінен жұрдай болып бітеді. Соңғы 30 жылда діни алаңның ақылды адамдар үшін тартымсыз болып көрінетін ең басты себебі дәл осы илахи ғашықтықтың жоқтығы. Діни уағызшылардың нәпсина құмарлығы, өмірі қанып бітпейтін Дон Жуан типтес еркектерге ұқсап кетуі, әманда жеркенішті сезім туғызады. Тоқал алуға ешқандай объективті себеп табылмаса да, діннің бүкіл мұратын екінші және үшінші әйел алуға әкеп байлай беруі саналы жастардың арасында дінге деген негализмді күшетеді.
дін ғылымын арнайы оқыған мамандардан өлген соң жұмақта мұсылман еркекке сыйлық ретінде берілетін қор қыздары жайлы жағымсыз уағызды сілекейі шұбырып отырып насихаттауы исламның беделін жермен жексен қылады. Бірақ осындай уағызды күмәнсіз шындық етіп қабылдаған діни жамағаттар өз ортасында тоқал алу жарысына шатылады. Олардың мұндай надандығын көріп отырған екінші тарап тәңіршілдік деген сияқты эзотерикалық ілімдерді қызықтап кетті. Әдетте мұндай эзотерикалық ілімдер пайғамбар келіп уақи түскен соң рухани майданда жеңіліс тауып, тарихтың қойнауында қалуы тиіс еді, яғни халықтың ислам өркениетіне жалғануы өркендеудің жаңа сатысы саналады. Енді бұл өркениеттен бас тартып, өткен тарихқа оралу саналы түрде қараңғы дәуірге бату дегенді білдіреді. Жалпы дін ғылымы тылсыммен тілдесетін ілім саналады, бірақ ол ешқашан өлген жандардың әруағымен тілдесіп, ақылдасуын мұрат етіп алмаған. Құранда ондай шарт жоқ. Тылсымға қатысты жүздеген, бәлки мыңдаған эзотерикалық қажылар, салалар болуы мүмкін, бірақ дін олардың ешбіріне шырай бермейді. Себебі діннің мұраты айқын. Кісінің көкірек көзін ашып, ғайыптан рухани ілім тартып, үнемі надандық пен қараңғылық құрсауында тұратын бұл әлемді рухани зерттеумен айналысады. Тіпті көкірек көзі ашылған адамдар түсінде немесе басқа бір транс халінде әруақпен тілдесіп ақпарат алды дегеннің өзінде оны жария қылмайды. Ондай ілім әмәмді құпия сақталады. Құпия сақталмаса адасуға бейім тұратын қарақалық спиритизмнен шұғылданып өлген аталарымен сөйлесіп беремін деп алаяққа негізделген коммерцияның тың түрін ойлап табады. Исламнан ғана бір мысал, Мұхаммед пайғамбардың өзі Алладан және Жебрейіл періштеден ғана бір ақпарат алдым деген. Бәлкім ол Миғраж сапарында болғанда басқа пайғамбарлармен кездесіп тілдескен болар. Солай болған күннің өзінде Құранның бізге жүктеген борышы ол емес. Өз бойындағы рухани тарапыңда барынша күшейіп, жануарлық инстинктті тәрбиелеп, оны адами сипатқа келтіру. Әдетте адам болмысы былай. Түпкі мәні айқын болып тұрмайтын кез келген оңай істен қиналып кетеді. Ал мәні анық болып тұрса, қорықпай тау қопарады. Қазіргі қазақтар не үшін исламнан жеріді? Себебі дін шарттарының мәні мен мағынасы философиялық тәсілмен сол күйі айқындалмай қалды. Қарапайым ғана Алла бізді не үшін жаратты деген экзистенциялық сұраққа дін жетекшілерінің терең ойланбастан құлшылық қылу үшін ертең өлген соң намаздан сұраласың деген сапасыз жауабынан айнымайды. Бұдан басқа дін парыз қылған мұсылманның міндеті жетерлік. Ол міндеттердің мәні философиялық терең толғамдармен ғана ашылады. Бірақ діни уағызшылар бізді адастырды деген желеумен философияға жоламайды. Осының кесірінен мінсіз мағынасыз көрінетін парыздарды өмір бақи арқалап жүруге модерн мұсылмандар көндіруге алмайды. Осыдан келіп, таяз типтер ешқандай шарт қоймайтын, өзінің қалыптасып қалған рахат өмірінен өзгеріс енгізуді талап етпейтін, бірақ құлаққа жағымды адам сүй жаратушы бізді шексіз сүйеді. Құдай барлық адамның жүрегінде. Алланың адамды азаптауы мүмкін емес. Біз Құдайға құл емеспіз, оның сүйікті перзентіміз деген гуманистік насихатты ілестіріп алып жүреді. Қазақ қоғамында қазір трендке айналған өлген соң басқа бейнеде қайта туыласың деп келетін реинкарнацияға да құмарлық та, мойынға ешқандай парыз жүктелмейтін шартсыз рахат дінге де сұраныстан шыққан дейді. Бір шетінен ақыреттің азабы жайлы бір текті қорқынышты уағыздан мезі болған мұсылмандарға рахаты мол, азабы жоқ, шартсыз құлшылықсыз нанымның мұндай түрі іздегенге сұраған болды. Бірақ терең ойлаған адам мұның да түбі тұйыққа тіреліп, өміріңді ұрлатумен аяқталатын түсіне алды. Яссауидің тілімен алсақ, ей сопы, талап қылсаң қақ дидарың жаннан кеш,
алқа ішінде жан қинаған дегендей саналы түрде борышын арқалап, қу нәпсіңді қинамай, мағыналы өміріңді қоржыныңа сала алмайсың дейді.